Үйге аяқ асты қонақ келетін болғандықтан 3 сағатта қалай үлгердім. Негізінде мен туылған күнімді кафе өткізетін болғам, жолдасым аяқ асты өзгеріп үй өткізетін болды. Мен 3 сағаттың ішінде барлық нәрсеге үлгеруім керек болды. Алдымен тамағымды жасап, магазинге барып қайттым. Осындай торт, пирогқа керек заттар, горох, пампушка, осындай колбаса, фунжуза. Өзім пирог жасайтын болғандықтан осы 2 түрлі печенье. Үйде конфет болған, осындай кішкене ғана конфет алдым. Капучино, қызыма осындай сок, осындай чупа-чупс, қаймақ, майонез, жұмыртқа, помидор, огурцы. Фунжузаны алдымен ыстық суға салып қойдым. Соның арасында 3 түрлі пирог жасау керек болды. Пирогтардың қамыры дайын. Соның арасында фунжузаның заттарының барлығын дайындап, араластырып қойдым. Өте дәмді болып шықты. Осындай оливье, 2 түрлі салат болды. Сникерс пирог. Екінші пирогым осындай болды. Үшіншісі қаймақты пирог. Тамақ, дастархан барлығы дайын. 3 сағатта үлгердім. Айтпақшы, қыздар Чокариадында кереметтей жеңілдіктер болып жатыр. Алғашқы тапсырысқа 3000 теңгеге 1500 теңге жеңілдік болады. Кейінгі тапсырысқа 4000 теңгеге 1000 теңге жеңілдік болады. Сол үшін менің промокодымды қолданыңыздар.